Реально күшті. Сәлем барлықтарына. Бүгін менде екінші видео. Сіздермен бірге творожный сырок дайындамақшымын. Оған қажетті ингредиенттер: творог, қант, растительное масло и қазақстанский шоколад. Негізі өзіңіздеріңіз білесіздер, қандай шоколад аласыздар, я? Дәміне қарай көре бересіздер. Маған осындай қазақстанский шоколад ұнады. Айтпақшы, творог таңдаған кезде рассыпчатый, андай бөлініп тұратын түрін таңдамаңыздар, я? Өйткені ол бірікпей қалуы мүмкін. Сондықтан мен осындай түрін алдым, савушки. Енді сіздер өздеріңіз көресіздер, дүкенде қандай түрі бар. Енді қант саламыз. Дәміне қарай саласыздар, негізі өте тәтті болғанын қаласаңыздар, көбірек салсаңыздар болады. Және де аздап май қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Біз араластырып болдық творогты, енді оның формасын дайындайтын боламыз. Астына негізі пергамент қағаз төсеп алсаңыздар жақсы. Негізі тортқа арналған пакетиктерді қолдану керек, ал біз үй жағдайында қолымызда бар пакетті қолдана береміз. Ал бисмиллах. Негізі сыроктың формасын әдемі етіп шығару өздеріңізге байланысты. Енді менде бары осы болып жатыр. Жасап көре береміз. Енді бұны қатырып қоюымыз керек. Тоңазытқышта примерно бір жарты сағаттай ұстап көрейік. Или болмаса қатпаса қайтадан қоятын боламыз. Біздің творогымыз қатқанша енді оның шоколадын дайындайтын боламыз. Енді жай отта шоколадымызды жақсы ерігенше ұстайтын боламыз. Арасында араластырып тұрамыз. Енді кішкене май қосамыз. Дайын болған творогымызды енді шоколадқа араластырамыз. Негізінде арасына бірінші осындай таяқшаларға салып алғандарыңыз дұрыс. Мен кішкене қателестім. Негізі үй жағдайында жасаған кез келген дүние адам үшін дәмді да. Өйткені өз қолыңызбен әзірлегеннен кейін ол өзіңізге қандай болса да күшті болады. Шоколадтарым бітіп жатқан сияқты уже. Әдемі формада шықпаса да, бірақ дәмі жақсы шығады деген ойдамын. Негізі түріне мән бермеңіздер, бірақ дәмі өте күшті шықты деп ойлаймын. Енді дайын болғаннан кейін осыны 5 минутқа тоңазытқышқа салып алатын боламыз. Біздің дайын болған творожный сырогымыздың бірге дәмін көрейік. Реально күшті. Бұда да қантын көбірек қосу керек екен негізі. Бірақ маған ұнады. Мен негізі өзім творожный сырокты қатты жақсы көремін да. Обязательно магазинге барсам, біреуін алмай келмеймін ғой үйге. Енді үйде жасайтын болам. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сіздер де осыны дайындап көріңіздер. Дайындап көргеннен кейін қалай шықты, астына мені белгілеуді ұмытпаңыздар парақшаларыңызда.